Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен жаңа жылға арналған өте дәмді, өте оңай салат дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, сыр, тәтті бұрыш және қара бұрыш, бір бас, кішкентай чеснок және майонез қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды осылай екіге бөліп аламыз және ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Осылай екіге бөліп, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Енді осы жұмыртқамыздың сарысын осылай етіп езіп біркелкі болғанша езіп аламыз. Енді мына сырымызды осы жұмыртқаға қосып біркелкі болғанша араластырамыз. Сырымыздың өзі жұмсақ, әдемі болған соң бұны теркіден өткізудің қажеті жоқ. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Және чесногымызды саламыз. Енді осыған майонезімізді араластырамыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Массамыз дайын. Енді бізге қызыл бұрыш қажет. Қызыл бұрышымыз бұл Аяз атамыздың шапкасы. Бұларды осылай үшбұрышқа етіп тураймыз. Аяз атаның қалпағына ұқсатып. Тағы да майонез қажет болады. Оны осындай арнайы мешіттарға саламыз. Осындай бұрышына қарай. 2 қасық жарайды. Осылай. Енді міне осы жұмыртқаларымызға ішіне осылай етіп саламыз барлығын. Және қара бұрыштармен және Аяз атамыздың қалпағы, бұрыштарменен Аяз атамыздың көзін және мұрнын жасаймыз. Және де мешоктағы майонезімізден Аяз атамыздың осындай сақалдарын жасайтын боламыз. Дәл солай бұрышпенен қалпағы, тәтті бұрышпенен қалпағын, қара бұрышпенен көзін, мұрнын жасаймыз. Және осылай сақалдарын жасап шығамыз Аяз атамыздың. Егер сіздерге ұнап жатса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.
қыздар, міне салатымыз дайын. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басып комментарий қалдырыңыз және мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.